Саламатсыздар ма YouTube көрермендері? Бүгін қызанақтың көбінен тұздайтын боламыз. Қойғаннан кейін бақшадағы барлық қызанақты жұлып алдық, қызылы мен көгін бөлдік. Көгін тұздап қоюға кірістім. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып отыруларыңызды сұранамын. Сонымен бізге қызанақтың көгі, горчичный порошок, сарымсақ, бұл жерде укроп, петрушка, хрен бар, тұз, шекер, қарабұрыш, душес, лавровый лист, болгар бұрышы. Бірінші тұздығын дайындап қоямыз. Қарабұрышымызды, лавровымызды, душесті салып, тұзын, шекерін салып дайындап қоямыз. Өйткені бұл суып тұру керек. Бір қайнап, сосын суып тұру керек. Біз бірінші астына көктерін салатын боламыз. Хренді, укроп, петрушканы, түбін мықтылап көктермен шауып тастағанымыз жақсы. Осының үстіне сарымсағымызды, болгар бұрышын салып, нығыздап, қызанағымызды жайғастыратын боламыз. Лаж болса сыйымды ету үшін нығыздап осылай реттеп салдым. Төменгі жағына үлкендеуін салдым, жоғарғы жағына майдалауын салдым. Біркелкі базардан алынбаған, бақшаныкі болғаннан кейін түрлі размерді болып тұр. Кішкене қызарынып та қапты кеше тергеннен кейін. Орта тұсына келгенде тағы да көктерді төсеп шығатын боламыз. Хренді, укроп, петрушка, чеснок, болгар бұрышын барлығын арасына салып шығамыз. Үстіне тағы да майдалауын сала бастаймын. Бұдан кейін сарымсағымызды салдым, болгар бұрышын, енді үстіне тағы қызанағымызды жайғастырып шығамын. Ең соңында тағы да бетін көктермен жауып, нығыздап, үстіне тұздығымызды құйып, осылай. Осының бетіне бірінші соңғысында укроп, петрушка, болгар бұрышы, сарымсақ, ең соңына кішкене бір түйрақ салдым, қатташы болғым келмеді. Дайын тұрған тұздығымызды үстіне құятын боламыз. Бұл салқындатылған, бір қайнап салқындатылған. Ең соңында хренімізді саламыз, бетіне горчичный порошокты саламыз, сонымен тұздап дайындап қоямыз. Бұл 1-2 айда дайындалады. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.